Сәлематсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы, Қызылорда облысының тілдерді оқыту орталығы ұйымдастырған мемлекеттік тілді деңгейлік оқыту курсына қош келдіңіздер. Бұл курс В2 ортадан жоғары деңгей тыңдаушылары үшін арнайы дайындалған. Біздің алғашқы тақырыбымыз отбасы мәселелері деп аталады. Грамматикалық тақырыбымыз іс-сапарға барар алдында және іс-сапарға бармас бұрын. Құрметті тыңдаушылар, әр сабақ сайын сіздерге әр тақырыпқа қатысты арнайы жұмыс дәптері ұсынылады. Алдарыңызға жұмыс дәптерін дайындап, сабақты бастауға кірісейік. Бүгінгі сабақта сіздер отбасы мәселелері тақырыбына қатысты жаңа лексикалық минимумды меңгеріп, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым әрекеттер арқылы отбасының қоғамдағы рөлін айқындайсыздар. Және тыңдаған, оқыған мәтіндерді өмірлік мәселелермен байланыстырып, салыстыру арқылы коммуникативтік құзыреттіліктеріңізді арттырасыздар. Жұмыс дәптерімізді ашып, сөздік қормен танысайық. Алғыс, благодарность, араға 10 жыл салу, спустя 10 лет, айрықша, особенный, дүниетаным, кругозор, жарасымды, подходящий, инабаттылық, вежливость, кең, широкий, қуану, радоваться, құлақ асу, слушаться, құрмет тұту, уважать, мәселе, проблема, мақтан тұту, гордиться, намыс, честь, шексіз, бесконечный, ізіңді басар, мұрагер, наследник. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл тапсырма айтылым әрекеті арқылы жүзеге асырылады. Кім кімге кім болады ойыны ойнайық. Оспанның жолдасының аты Алмагүл, ал ұлының аты Арман. Сонда Алмагүл Арманға кім болады? Анасы екен, дұрыс. Оспан Арманның інісінің әкесі. Оспан Арманға кім болады? Әкесі. Өте жақсы. Зарина Оспанның тұңғыш қызы. Зарина Арманға кім болады? Әпкесі. Шарипа Оспанның анасы. Ол Арманға кім болады? Әжесі. Дұрыс. Зарина Жақсыбектің немересі. Ал Жақсыбек Арманға кім болады? Атасы. Дұрыс. Алмагүл Арманның анасы. Ал Жақсыбекке кім болады? Келіні. Өте дұрыс. Сабағымызға кіріспес бұрын осындай қызықты ширату тапсырмаларын орындағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Әрі қарай тағы да қызықты тапсырма орындаймыз. Суреттерге қарап мақал мәтелдер құрастырыңыз. Қане суреттерге қарап мақал мәтел құрайық. Мына суретке қандай мақал мәтел сәйкес келеді? Отан отбасынан басталады. Дұрыс. Ал мына суретке қарап қандай мақал мәтел айтамыз? Үйлену оңай, үй болу қиын. Өте жақсы. Ал мына суретке қарап қандай мақал айтамыз? Әрине, әке асқартау, ана етегіндегі бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Ал мына кішкентай бүлдіршіндер қандай мақалды еске түсіреді? Әрине, балалы үй базар, баласыз үй қу мазар дегенді. Мына суретке қарап қандай мақал айтады екенбіз? Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер. Дұрыс. Ал мына суреттерге қарап қазақтың қандай бір керемет мақалын айтады екенбіз? Дұрыс. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген. Өте жақсы. Келесі тапсырмамызды орындайық. Қазақта үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды деген нақыл сөз бар. Бұл отбасы болған соң мәселелер болуы заңды дегенді білдіреді.
Қазіргі қазақ отбасында жиі кездесетін қандай мәселелер бар? Қане ортаға салайық. Бірінші мәселе баспана, өте дұрыс. Екінші, ата-енемен келісе алмау. Бұл да үлкен мәселе. Баланың болмауы, дұрыс. Қаржылық қиындық, тұрақсыздық, ішімдікке салыну. Бұндай мәселелер әрбір отбасында жиі кездесіп тұрады. Әрі қарай жазылым тапсырмасын орындайық. Жұмыс дәптерімізді ашып, жазба жұмыстарын жазайық. Үшінші тапсырма: тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Тиісті сөздер слайдтың төменгі жағында орналасқан. Келесі тапсырмамыз тыңдалым. Тыңдаңыз, немесе жоқ деп жауап беріңіз. Яғни аудио сұхбатты тыңдай отырып, кестедегі сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырма да тыңдалымға арналған. Бұл жерде де аудио сұхбаттарды тыңдай отырып, сұрақтарға жауап береміз және дұрыс нұсқаны жазамыз. Келесі тапсырмамыз оқылым дағдысы бойынша. Мәтінді оқыңыз. Оқиық. Көрші тұратын екі отбасы болыпты. Бірінде күнде айғай-шу, ұрыс-керіс арылмайды екен, ал екінші отбасындағылардың ұрыспақ түгілі қатты сөйлегендері естілмейді. Бір күні бейбіт орнаған екінші отбасыға қызыға да қызғана қараған бірінші үйдің әйелі күйеуіне: көршілердің осындай бақытты, тату-тәтті тұруларына не себеп екен, барып көріп келші, дейді. Ұрыс пен жанжалдан әбден мезі болған кісі шынымен-ақ көршілердікіне барып терезелерін аңдып отырады. Әйелі күйеуін жұмысына шығарып салды. Енді кір жууға кірісті. Кенет бірдеңе есіне түсіп кетті ме, асханаға қарай жүгіре жөнелді. Осы уақытта бір керегін ұмытып асығыс үйге кірген отағасы шелектегі суды байқамай аяғымен қағып кетті. Су еденге төгіліп қалды. Асханадан шыққан әйелі өзін кінәлі сезініп жарына: кешірші, мен кінәлімін, деп еді. Күйеуі: жоқ, сен мені кешір, байқамаған мен кінәлімін, дейді жымиып. Әлгі кісі ұнжырғасы түсіп үйіне келеді. Көріп келдің бе, дейді әйелі. Сонымен мен барлығын да түсіндім. Бізде бәріміздікі дұрыс, ал оларда бәрі кінәлі, дейді. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Тест сұрақтарына жауап беріңіз. Келесі тапсырмамыз тыңдалым. Бейне фильмді көру арқылы орындалады. Сіздерге қызықты «Жанұя» атты фильмді ұсынып отырмын. Осы фильмді көру арқылы келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни айтылым тапсырмасы. Бейнефильм бойынша сұрақтарға жауап береміз. Грамматикалық бөлімге де келіп жеттік. Ережемен танысайық. Іс-сапарға барар алдында және іс-сапарға бармас бұрын тілдік құрылымдары. Бұл жерде есімше, есім сөздің де етістіктің де қызметін атқаратын етістіктің ерекше түрі. Есімшенің бір формасы ар, ер, р және с қосымшалар арқылы жасалады. Бұл тілдік құрылымдағы барар және бармас деген келер шақ формасындағы есімшенің жұрнақтары жайында сөз етеміз. Есімшенің ар, ер, р жұрнақтары келер шақ түрінде осылай келеді. Ал егер болымсыз формада болатын болса, с жұрнағы арқылы жасалады. Мысалы, қызметкер іс-сапарға шығар алдында отбасына ескертуі қажет. Іс-сапарға аттанбас бұрын құжаттарды әзірлеу керек. Енді үй тапсырмасын орындайық. Үйге берілген тапсырма: жаңа сіздер көріп тамашалаған «Жанұя» бейнефильмінің оқиға желісін сақтай отырып, түсінігіңізді мазмұндама түрінде жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздер В2 ортадан жоғары деңгей болғандықтан, жазылым тапсырмасы көбіне мазмұндама түрінде болып келеді. Сондықтан өз ойларыңызды оқиға желісін сақтай отырып, мазмұндама жазуға дағдыланамыз. Үйден орындап келеміз. Бүгінгі сабақта отбасына қатысты бірталай мәселелердің басын ашып, өз пікірімізді ортаға салдық және тапсырмалар орындау арқылы
сабағымызды